телеэфирге шығып отырмыз 16-12 ақпараттық каналында. Бүгін бізде Германиядан қалған Айткүл Сармурзаева, Қазақстан азаматы, бүгін бізге интервью беретін болады. Бұл интервьюда біз тақырыбы атап айтатын болсақ, Айткүл Сармурзаева Тоқаевтың жаңа конституциясы, жан сақтау конституциясы, 15 наурыз митингтер. Бүгінгі сұхбаттың тақырыбы осылай аталады. Не себепті бүгін енді осы сұхбаттың тақырыбын қоятын кезде Айткүлмен біраз сөйлесіп, сол кезде Айткүл ханым тұрып айтып, ол жаңа конституция конституциясы дейік деп, міне осылай Тоқаевтың жан сақтау конституциясы болып аталды. Не себепті екенін қазір осылай атап өтеміз. Бүгін Қазақстанда жаңадан құрылып жатқан, жаңадан қабылданып жатқан конституция жайында сол митингке шақырып жатырмыз. Атап айтатын болсақ, Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы Мұхтар Әблязов осы 15 наурыз күні болатын референдумға қатысып, жоқ деп дауыс беріп жасалып жатқан фальсификациялардың барлығын көрсетіп, фото, видеолар түсіріп, одан кейін митингге шығу керектігі жайында маң болатын. Не себепті маңызды десеңіздер, достар, өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның азаматтарының көбісі оймау президенттік сайлау немесе де басқа да сайлау референдум қоя бер, саясаттың бізге қатысы жоқ, біз үшін шешіп қойған, далай айтатын. Сол себепті біздің мақсатымыз халықты осылай саясатпен белсенді араласып, осы елдегі болып жатқан жағдайларға атсалысып, өзінің дауысын қорғау, біз сана сезімін, халықтың сана сезімін солай өзгертуіміз керек. Сол себепті 15 наурыз күні алдымен келіп жоқ деп дауыс беріп, фальсификацияларды көрсетіп, одан кейін митингке шығу керектігі жайында айтқан болатын. Ендігі кезекті эфирімізді бастайық. Айткүл, саламатсыз ба? Қош келдіңіз дейміз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Сәлеметсіздер ме, қазақ елі? Қатып жатырсың. Заман. Кішігірім интернет қатып қалып жатыр ау, шамасы. Бүгін енді интернетпен қысқаша сондай нелер болады. Достар, сіздер барынша эфирге лайк басып, бөлісіп отырыңыздар. Бізді көптеген адамдар көруі қажет. Біздің каналдарға бан келіп жатыр. Кешегі Мұхтар Қабылов мен барлық міндет газетпен шыққан эфирлер солай банға жіберілді. Енді бүгін Айткүлмен шыққан эфирімізді көреміз, қалай болатынын. Осы Айткүл ханыммен міне ендеше бастайық. Айткүл ханым, осы енді сіз не себепті эфирдің тақырыбын талқылай кетейік? Тоқаевтың жан сақтау Хансен атаумен атайық деп айттым да кетсеңіз, не себепті ол Тоқаевтың жанын сақтау конституциясы деп ойлайсыз? Себебі біздің алдыңғы айымызда болатын референдум, ол конституцияның жаңарту жобасын қабылдау референдумы болайын деп жатыр. Тоқаев 77 бапты өзгертті, оның ішінде барынша өзінің және өзінің отбасының құқын қорғау үшін 48 бапты қабылдап отыр. 48 баптың 1 тармағын, 2 тармағы, 3 тармағы Тоқаевтың жан сақтау бабы болып есептеледі. Себебі ол президенттің және экс-президенттің отбасын сақтау үшін баптарды өзгертулер жасап отыр екен. Сондықтан мен бұл конституция қазақ елінің, қазақ ұлтының, халқының тілі, жері, құқы қорғалып отқанын көріп отқан жоқпын. Бұл президенттің әмірінің жоғары деңгейде екенін көрсетіп тұр. Халықтың мүддесіне, халықтың қолына шешім қабылдауды, конституцияны өзгертуді беріп отқан жоқ. Тоқаев өз мүддесі үшін бұл конституцияны өзгертіп, референдумдар өткізіп, қабылдау жасайын деп жатыр. Оған бірден бір дәлел Тоқаевтың вице-президентті тағайындау. Ол жеке бас мүддесі арқылы мүддесін қорғау үшін вице-президентті тағайындайын деп отыр. Ол мүмкіндікті халыққа беріп отқан жоқ. Екінші, жаңағы 48 баптағы 2 тармақ, 3 тармақ, ол сол Тоқаевтан
Назарбаевтан Тоқаевқа, Тоқаевтан Назарбаеваға берілетін қылмыстық істерді жабу үшін қабылданып жатқан баптар деп ойлаймын. Себебі Тоқаев вице-президентті өзі тағайындайтын болғандықтан, ол Дариға Назарбаеваны тағайындауы мүмкін. Себебі барлығы бір кеменің үстіндегі жемқорлар бірінің қылмысын бірі жасыру үшін, жан сақтау үшін қабылданып жатқан, жаңартылып жатқан конституция деп білемін. Оған дәлел қазақ елі 35 жылдан бері қазақ тілі мәртебесін көтере алмай келе жатыр. Қазақ тілінің құрметін көтере алмай келе жатыр. Соған қарай отыра елдің наразылығын Тоқаев біле тұра 9-шы баптың 2-ші тармағын алып тастамай, тең сөздігін қатар сөздікке ауыстырып, ұлтараздықты тағы да тудырып отыр. Бұл халықтың мүддесіне шешілетін болған жағдайда, бұл конституция халық үшін, қазақ елі үшін жаңартылып жатқан конституция болатын болса, ол ойланбай қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, халықтың талабы 9-шы баптың 2-ші тармағын алып тастар еді. Сондықтан мен бұл конституцияны Тоқаев өзінің жанын сақтау үшін жаңартып жатыр деп кесіп айта аламын. Айткүл, сіз енді Дариға жайлы қозғап кеттіңіз. Енді қазіргі конституцияда Тоқаев енгізіп президент және өзі тағайындайды деді. Ол Дариға Назарбаеваны қояды деген қайдан шыққан әңгіме? Ол енді бізде айтып жатырмыз, көріп жатырмыз. Сіз оны қаққан шықты бұл Дариғаны алып келіп қоям деген? Мен бұған дейін бірнеше кандидаттарды көріп жүретінмін, бірақ мен соңғы аптаның ішінде біздің елдегі жаңағы мұнай, газ байлықтарын қолына иемденген шенеуліктердің үстінен Италияда қылмыстық істер қозғалып жатыр екен. Заманбек кешегі айда қылмыстық істер қозғалыпты. Қаңтар айында біздің елдегі жаңағы байлықтардың иелерінің үстінен, сыртқа мұнай, газ шығарушылардың үстінен 100% қылмыстық істер қозғалып жатыр екен. Енді соған сәйкес Назарбаеваның елге пайда болуының себебі және Тоқаевтың 48-ші баптың 3-ші тармағын қабылдауы сәйкес келіп тұр. 48-ші баптың 3-ші тармағында Қазақстан Республикасының экс-президентінің отбасын және өзінің қамтамасыз ету, құқығын қорғау және қуаттандыру ол Қазақстан мемлекетінің есебінен болады деп отырды. Соған қарағанда біз енді әрине экс-президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасының барлығын құқығын қорғап, елімізде ол кісілерге мемлекет тарапынан қолдау білдіруге тиісті болайын деп тұрмыз. Ал енді елімізде 30 жыл тонаған олар кімдер? Қылмыстық істердің жасаған кімдер? Сырт елдердегі жаңағы санкция алып жатқан кімдер?